Армысыз, құрметті көрермен, Алматы ТВ арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Қайрат Сәбетбекұлы. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Бүгін Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев халық алдында онлайн есеп берді. Есептік кездесуде көтерілген негізгі мәселелер қандай? Павлодар облысында жалған құжат жасаумен айналысқан қылмыскерлер ұсталды. Олардың құйтырқы әрекеттерінің салдарынан мемлекетке келген шығын көлемі қандай? 70 жасқа қараған шағында қазақ журналистикасының қаранары Нұртілеу Иманғалиұлы дүниеден озды. Халқының бай қуатты болуын жан тәнімен қалаған танымал жүргізушінің бейнесі халық жадында мәңгі қалмақ. Бүгін Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев халыққа есеп беру кездесуін өткізді. Жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін шара биыл онлайн форматта Алматы телеарнасының тікелей эфирінен және Facebook парақшасынан көрсетілді. 4 сағатқа созылған кездесу аясында Open Алматы, Кол орталығы, Stopkov, WhatsApp мессенджері, Zoom бөлмелер, әлеуметтік желі, телефон байланысы арқылы студиямен тікелей байланыс орнатылып, тұрғындар тарапынан 1000-ға жуық сұрақ қойылды. Оларға жауап берген қала басшысы биыл жасалатын жоспарларға шолу жасап, шетсіз қала қағидатына ерекше көңіл бөлетінін айтты. Пандемияның экономикаға тигізген орасан зор қысымына қарамастан біз шетсіз қала қағидаты бойынша жұмысымызды жалғастырдық. Өздеріңіз білесіздер, бұл менің түбегейлі таңдауым және бұл бағыттағы жұмыстарды одан әрі жалғастыра беремін. Әрбір алматылық тұрғылықты жеріне қарамастан теңдей өмір сүру стандарттарына ие болуы тиіс. Бұл біздің ортақ алматылық арманымыз және осы арман 2020 жылдың қиын кезеңінде бізді алға жетелеп жұмысымыздың келешекке деген бағытына да айқындап берді. Кездесудің негізгі бөлімі сұрақ жауаптан тұрды. Қала басшысы алматылықтарды алаңдатқан өзекті мәселелерге қатысты ойын айтып, түйткілдерді шешу жайын қарастырды. Сұрақтардың дені экология, жұмыспен қамту, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, абаттандыру, сумен қамту мәселелеріне қатысты болды. Қала әкімі Бақытжан Сағынтаев жаппай вакциналауға қатысты сұраққа да жауап берді. Осы міне сізге қояр сұрағым КВИ вакцинациясына байланысты сұрақ. Осы КВИ вакцинациясы дайын азаматтарға қашан екпе жүргізіледі және де ақша ақылы түрде кезексіз қашан алуға болады? Тағы қояр сұрағым, сіз өзіңіз алдыңыз ба осы екпені? Өздеріңіз білесіздер, Қазақстан 2 миллион дозаға Ресейменен келісімшартқа жасалған. Біздің квотамыз бойынша осы бірінші жартыжылдықта 150 мың доза Алматыға қабылдап аламыз. Яғни 150 мың азаматымыз сол Спутник Ви ресейлік вакцина бойынша өтетін болады. Енді одан бөлек сол біздің жаңа COVID-19 бойынша үшінші сараптамалық жұмыстары исследовательдер жүріп жатыр. Ол да сол июнь айында дайын болатын болса, онда екінші жартыжылдықта онда қосымша өзіміздің COVID-19 вакцинасы да айналымға түсетін болса, онда біздегі сол вакциналардың саны алға қарай өсетін болады. Мен де жалпы халық ретінде, азамат ретінде осы вакцина алуға дайынмын. Бүгінгі есеп беру жиынында қала жұртшылығы тарапынан үлкен белсенділік байқалды. Қала халыққа Zoom платформасы, әлеуметтік желілер мен телефон, сондай-ақ әр аудандағы сұрақ қою орындары арқылы өз мәселелерін ортаға салды. 4 сағатқа созылған кездесуге 1000-нан аса сұрақ келіп түскен. Медеу және Бостандық аудан тұрғындарымен тілдесіп қайтқан тілші репортажы. Жиында қала әкімі әрбір сала бойынша атқарылған жұмыстар мен жұмсалған қаражатқа жеке-жеке тоқталып өтті. Ал баяндаманың жалғасы тұрғындардың сауалдарына ұласты. Ол үшін әр 8 аудан бойынша арнайы сауал қою орталықтары, Open Алматы қабылдау бөлмесі, сондай-ақ әлеуметтік желілер мен телефон және Zoom платформасы жұмыс істеді. Мұнда әкімге сауал қоя келген тұрғындардың легі көп болғанмен карантиндік талаптардың сақталуы басты назарда. Ғимарат ішіндегі адамдардың саны шектен асып кетпеуі, бетперде режимі мен өзара арақашықтықтың сақталуы қатаң бақылауда. Кездесуге жас өнерпаз жастардың атынан Zoom бөлмесі арқылы сұрақ қоюға Артық Құрманалиев келді. Жас суретші өз туындыларын көпшілік назарына ұсынуға болатын орындардың аздығын алға тартып, әкімнен осы мәселелерді шешіп беруін сұрады. Біздің қаламызда жас суретшілердің, яғни өзінің көрмеге өзінің туындыларын қоятын жер жоқ. Соны енді әкімнен сұрау үшін келдім. Енді тек қана біздің аудан ғана емес,
бүкіл Алматы қаласының суретшілерінің мұң зары болып табылатын бұл көрме. Әкімнің берген жауабы, оның қайтарған жауабы мені толығымен қанағаттандырды. Есептік кездесуде коронавируспен күреске дайындық мәселесі де қозғалды. Аудан тұрғындарын елдегі пандемия жағдайы алаңдатады. Я задала вопрос Акиму. Мен әкімге пандемия кезіндегі дәрі-дәрмектің жетіспеуі туралы сұрақ қойдым. Бірінші толқын кезінде препараттарға мұқтаж болдық. Сондықтан қазір індетпен күреске қаншалықты дайынбыз деген сауал қойдым. Мы создали Біз 8 миллион қорап дәріден тұратын препараттардың азаймайтын қорын жасадық. Тіпті дәріханалардағы дәрі-дәрмектер таусылып қалған жағдайдың өзінде де бізде сақтап отыратын қорымыз бар. Сондай-ақ күнделікті 300 дәріханаға мониторинг жасалады. Сондықтан өткен жаздағы жағдай қайталанбайтынына сенімдіміз. Бостандық ауданының тұрғындары көбінесе тазалық, аулаларда абаттандыру, сондай-ақ жер телімі сияқты түйткілдерді ортаға салды. Әл-Фараби атындағы ұлттық университетінде оқығам. Осыға байланысты сұрақ қойып келдім. Өйткені алаңдататын сұрақ болды. Осы ұлттық университетіміз жері жеке меншікке беріледі деген сыбыс болды. университеттің жері жеке меншікке ешкімге берілейін деп жатырған жоқ. Қазіргі сол университеттің қарамағындағы жер телімінің бәрі университеттің өзінің құзыретінде. Егерде университет басқа біреуге бергісі келетін болса, онда университет әкімшілікке ұсыныспен шығу керек. Тікелей эфир арқылы сұрақ қойып үлгермеген тұрғындар үшін Ара аудандағы орталықта арнайы жәшіктер қойылды. Онда түскен талап тілектердің барлығы қалалық әкімдікке жеткізіліп, әрқайсысы жеке-жеке қарастырылатын болады. Сымбат Ноғай, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы. Қала әкімі Бақытжан Сағынтаевтың тікелей эфирде берген есептік кездесуі қоғамда қызу талқыға түсіп жатыр. Ерекше форматта өткен онлайн кездесу көпшіліктің көңілінен шығып, жоғары бағаға ие болды. Жиынның мақсаты халықпен тілдесу диалог болды. Соны ұйымдастырушылар да, сонан кейін халықта түсініп отырып, соған сұрақты қою мәдениеті де, сұраққа жауап беру үлгісі де, осының бәрі көңілден шықты. Үлкен миллион санда аудиторияға кетіп атқан бұл енді телеарна ғой міне. Өзгеде жаңалықтардан бүгін қазақ журналистикасы үшін қаралы күн. 70 жасқа қараған шағында ардагер журналист, танымал тележүргізуші Нұртілеу Иманғалиұлы өмірден озды. Ол 45 жылын отандық телевизияға арнап көптеген ізбасар шәкірт тәрбиелеген. Бай, қуатты болайық деп, әр хабарын түйіндейтін Иманғалиұлының бір ауыз сөзі Алаш баласының жадында жатталып қалды. Қатал тағдыр пендесін көзден жасырғанмен, қоғам игілігіне сіңірген еңбегін жасырып қалуға дәрменсіз. Ендігі жерде ағамыз енді тарихтың таусылмас ғұмыры, жығылмас тұғыры ғой. Нұртілеу Иманғалиұлы қазақ телевизиясында тілшіден ең алып телекомпания төрағасы қызметтерін атқарған. Құнды хабарлары мен көрермен жүрегінен орын алған журналистиканың қаранары отандық баспасөзге мол еңбек сіңірді. Намыстың адам еді. Телевизияның намысын бермеді. Қазақ журналистикасының намысын ешкімге жібермеді. Ұлтының намысын ешкімге бермеді. Екіншіден, бұл кісі тек қана тауып сөйлеуге ұмтылатын. Бұл кісінің әр сөзінде мағына болатын. Бос сөзге құмар емес еді. Үшіншіден, бұл кісі журналистиканың асқан жауапкершілігін көрсетіп өтті. Айта кетейік, белгілі журналистің өмірден өтуіне байланысты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев марқұмның отбасы мен туыстарына көңіл айтты. Нұртілеу Иманғалиұлы телевизия саласында өзінің қолтаңбасын қалдырды. Ұзақ жылғы шығармашылық жолда жемісті еңбек етіп, халқымыздың рухани мәдени байлығын дамытуға мол үлес қосты. Марқұмның жаны жәннатта, иманы саламат болсын делінген жеделхатта. Коронавирусқа қатысты ақпаратпен бөлісейік. Елімізде өткен тәулікте 800-ге жуық адам вирус жұқтырса, 1000-нан аса адам ауыр дерттен айығып шыққан. Кеше еліміз бойынша COVID-19-дан 12 адам, коронавирустық пневмониядан 2 отандасымыз мерт болды. Жалпы пандемия басталғалы 200 мыңнан аса қазақстандық ауру жұқтырса, соның 2,5 мыңнан астамы көз жұмған. Бағалау матрицасына сәйкес Қазақстанның бір облысы ғана қызыл аймақта тұр, ол Павлодар облысы. Сары аймақта Нұр-Сұлтан қаласы, Ақмола, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан облыстары тұр. Қалған өңірлердің барлығы жасыл аймақта.
Ал әлем бойынша вирус жұқтырғандар саны 110 миллионнан асып кетті. Мерт болғандар 2,5 миллионға жуықтады. Індетке шалдығу бойынша тізімді ақш, Үндістан, Бразилия, Ресей және Ұлыбритания бастап тұр. Австрия үкіметі карантиндік шектеуді тағы 7 аптаға ұзарту туралы шешім қабылдады. Локдаун католиктік Пасха мерекесі, яғни 4 сәуірге дейін ұзартылды. Біз шектеулерді жеңілдеткіміз келеді, алайда ол қазір мүмкін емес. Егерде ел тұрғындары ережелерді ескерсе, жаппай ауру жұқтырудың алдын алуға болады, деді канцлер Себастьян Курц. Қазіргі уақытта көптеп жиналуға тыйым салынған ол елде. Германия 2021 жылдың наурызынан бастап өз азаматтарына COVID-19-ды анықтау мақсатында ақысыз тест ұсынбақ. ПТР тесттерді дәріханаларда, клиникаларда және тіс емханаларында, сондай-ақ мамандандырылған тестілеу орталықтарында тапсыруға болады. Вирустың антигеніне арналған жедел тесттің нәтижесі 30 минут ішінде дайын болады. Ақпанның басында Германия канцлері Ангела Меркель локдаунды 7 наурызға дейін ұзартқан еді. Ал Дубайдағы полиция бөлімшелеріне бару үшін ПТР тестілеуден өту міндетті болды. Енді кез келген адам штабқа, полиция бөлімшелеріне немесе қызмет көрсету орталықтарына барғысы келсе, теріс нәтижелі тест қорытындысын ұсыну шарт. Оның жарамдылығы 48 сағат. Екпе салдырғандар бұл санатқа жатпайды. Осыдан бір жылға жуық уақыт бұрын елімізде коронавирус індетіне байланысты төтенше жағдай жарияланып, қатаң карантин енгізілді. Алматыда COVID-19 бен күреске 108,4 миллиард теңге бағытталған болатын. Бұл қаражаттың көмегімен жаңа ауруханалар салынып, дәрі-дәрмек пен азық-түлік қорлары құрылды. Жыл басында инфекциялық науқастарға арналған 400 төсек орын болған болса, қазір оның саны 7011-ге дейін өсті. Әйтсе де бар күш медицина қызметкерлеріне түскен еді. Дәрігерлерде сол әлеуметтің бір бөлігі болғандықтан барлығымыз бір депрессия күйіне түсіп кеткендей болдық. Әрі қарай өмір қалай болады, науқастарымыз қалай емдейміз. Содан кейін мына сәуір айында, апрельде біз тек қана жедел науқастарды қабылдай бастадық. Олар өте ауыр жағдайда түсті. Тажал дертпен күресте қала жұртының бір жұдырық болып жұмылуы қиындықтарды еңсеруге септесті. Карантин кезінде әрбір азамат назардан тыс қалмады. Мұндай сын сағатты ерікті болып, елге игі іс жасаған жандар да табылды. Қалада жедел түрде еріктілер штабы құрылды. Кәсіпкерлермен бірлесе отыра әкімшіліктің қолдауымен біз осы мұқтаж адамдардың барлығын азық-түлік себеттерін сараптап, дайындап, таратумен айналыстық. Одан бөлек бізде осы карантин басталғалы басқа елде қалып қалған азаматтарымыз болды. Олар осы шұғыл рейспен осы елімізге келіп жатқан кезде біздің медик волонтерларымыз оларды күтіп алып, оларды тексеріп, сонымен қатар 2 апта көлемінде карантинде жатқан кезде солармен тікелей жұмыс істеген болатын. Биылғы жылдың сын-қатеріне қарамастан өңірде өнеркәсіп, байланыс, құрылыс, тұрғын үй сынды басты салаларда экономикалық өсім сақталды. Өткен жылдың наурыз айындағы төтенше жағдайы мен локдаун режимі кезінде бөлшек сауда мен көтерме тауар айналымында да оң көрсеткіштер байқалады. Дағдарысқа қарсы шаралар аясында қала аумағында 76.300 адам жұмысқа орналасты. Оның 46.300-і мемлекеттік бағдарлама бойынша ашылды. Одан бөлек қалада жаңа Алматы кешенді жоспар аясында 200 миллиард теңге көлемінде 504 жоба іске асырылуда. Бүгінде Алматы агломерациясы жоспары бойынша халық саны 3 миллионнан асып жығылады. 2014 жылға дейін қалаға 30 мыңнан аса гектар жер қосылды. Ол жерде Алматы облысында болған елді мекендерде қосылды. Сол елді мекендердің көпшілігінде ауыз су мәселесі, жол мәселесі, электр қуаты мәселесі өте күрделі болып тұрды. Сол мәселелерді қазір қаланың бюджетінен сол мәселелер көп қаржы бөлініп, сол шешім табылуда. Корона дағдарыстың салдарынан қаладағы біраз шағын және орта бизнестің жұмысы тұралап қалды. Бұл кезеңде президенттің қолдауын алматылық кәсіпкерлер де сезін. 200-ден астам бизнес нысаны 3 айға салықтан босатылды. 2900 кәсіпкерге құны 72 миллиард теңге болатын несиені кейін төлеу мүмкіндігі берілді. Нәтижесінде мегаполиста шағын және орта бизнес нысандарының саны 3,6%-ға артты. Шағын және орта кәсіпкерлікке байланысты несиелендіру процесі артқан. Алматы қаласында 1,7%-ға, яғни өткен жылмен салыстырғанда 1,4 триллион теңгеге дейін жеткен, яғни қаржыландыру. Бұл жерде бір бизнесті дамыту жол картасы бағдарламасына тоқталып өту қажет. Бұрынғы жылдарда ол жерде жеңілдетілген несиені алу үшін сіз тек қана өнеркәсіптік, өндірістік компания болуыңыз керек. Сондай талап болған. Қазір енді ол талапты алып тастады.
қызмет көрсету саласындағы компания болсаңыз да ондай жеңілдетілген несиені алуға мүмкіндік беріп отыр. Яғни осындай бір артықшылықтар кішкене болса да банктердің, екінші деңгейлі банктердің жаңағы шағын және орта бизнесті қаржыландыруды ұлғайтқанын көруге болады. Биыл Алматыда жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында 6,5 мыңға жуық жұмыс орны құрылмақ. Соның негізінде 50 мың адам еңбекпен қамтылатын болады. Бұл туралы қалалық әлеуметтік әл-ауқат басқармасының мамандары мәлімдеді. Былтыр карантинге қарамастан шаһарда бірқатар инфрақұрылымдық жобалар жүзеге асып, 76 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылған. Ал биыл жұмыссыздықты жою мақсатында тағы қандай игі шаралар жүзеге аспақ? Аяулым Көлжігіт тарқатады. Былтыр Алматы қаласында 228 жоба жүзеге асып, 21.818 адам жұмыспен қамтылған. 76 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылды. Оның 30 мыңы жеке кәсіпкерлік субъектілерінің көмегімен жүзеге асса, 21 мыңнан астамы жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде құрылған. Оның ішінде 11 мыңға жуық азамат жұмыспен қамту орталығы арқылы жұмысқа тұрыпты. Ал биыл жаңа жобалар негізінде тағы 6437 орын ашылмақ. 2021 жылға жұмыспен қамту жол картасы бойынша 11 инфрақұрылымдық жоба жоспарланған. Оның ішінде қала ішінде 5 мектептің құрылысы салынып жатыр. Оған қоса 13 мектепке қосымша абаттандыру жұмыстары жасалады, оның барлықтарында. Тағы да электр желілеріне подстанция салу, су және кәріз желілерін салу бойынша жұмыстар жоспарланған. Бұл бағдарлама аясында пандемия кезінде жұмыссыз қалған шаһар тұрғындары уақытша және тұрақты еңбекпен қамтылып отырды. Қалалық әлеуметтік әл-ауқат басқармасы мамандарының мәлімдеуінше, қазір уақытша құрылыс шаруаларына жұмысшылар көптеп тартылуда. Себебі бұл салаға сұраныс көп. Ал қалған 1900-ге жуығы тұрақты жұмыс орындары. Жергілікті халықтың пікірінше, осындай жобалар мегаполисте жұмыссыздықпен күресудің тиімді жолы. Көбісі адамдар енді пандемияның арқасында енді жұмыссыз қалған, солар енді жұмыс орталығына бару керек, пайдасы бар деп өзім ойлаймын. Замечательная программа. Керемет бағдарлама. Пандемия кезінде жұмыссыз қалғандар осы жоба арқылы жалақысы жақсы жұмысқа орналасуда. Жұмыссыз азаматтар көп қой негізі. Ал жұмыссыз азаматтарға енді ол жағынан кішкене пайдасы болады. Сонымен қатар екі қолға бір күрек таппай жүргендер үшін еңбек.kz сайты онлайн қызмет көрсете бастаған. Порталдың пилоттық жобасы басталғалы былтыр қарашадан бастап 1000-нан аса адам осы сайт арқылы кезекке тұрып үлгеріпті. Жұмыс керек дейтін азаматтар болса, онда еңбек.kz сайтында өзінің резюмесін қойып және бар вакансияларға өзі сілтемесіне басып, сол жерден жұмысшылмен тікелей байланысқа шықса да болады. Айлық кем дегенде, ол жұмыспен қамту жол картасында жазылған, кем дегенде 85 мың теңге. Но былтырғы егер статистиканы қарайтын болсақ, орташа жалақы 95 мың мен 100 мыңның арасында болды. Одан бөлек шаһарда еңбек, бизнестің жол картасы аймақтарды дамыту және нұрлы жер бағдарламасы бойынша да тұрақты және уақытша жұмыс орындары құрылып, қол қусырып отырғандардың саны азаюда. Ал алдағы уақытта қалада жұмыссыздықпен күресудің 2021 жылға арналған жаңа жобасы жүзеге асатын болады. Аяулым Көлжігіт, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылық фактілері бойынша әр 90 сайын 20 мыңға дейін ұйғарым шығарылады. Отбасы мен ерлі зайыптылардағы зорлық-зомбылықсыз қатынастар жобасының үйлестірушісі Наталья Семененконың айтуынша, елде психологтардың қызметін реттейтін заңнамалық база қажет. Себебі шетелдерде отбасылық жанжалдарды шешуде психологтардың рөлі орасан дейді. Бұл ретте ақш елшілігінің қолдауымен 250-ге жуық қазақстандық психолог арнайы жоба аясында халықаралық онлайн семинарға қатысып жатыр. Еліміздің әр өңірінен біліктілігін арттыруға ниет білдіргендер оқу орындарында психолог мамандар даярлайтын әдістемелерді де заманауи талапқа сай жаңарту керектігін алға тартуда. Когда вводится психолог в какую-то структуру, психолог қандай да бір құрылымға енген кезде олар бәрін барлық шиеленістерді бірден шешеді деп ойлайды. Әріптестеріміздің 40 жылдық тәжірибесі көрсеткендей, құқық қорғау органдары, соттар, үкіметтік емес ұйымдар, психологиялық ұйымдар өзара іс-қимыл жасайтын жүйені құру арқылы ғана отбасына бұл мәселені шешуге көмектесуге болады.
Павлодарда мемлекетке 1 миллиард теңге көлемінде шығын келтірген ұйымдасқан қылмыстық топ құрықталды. Сыбайластар жалған шот фактура әзірлеп, табиғатта жоқ тауарды айналымға жіберген. Нақтырақ айтсақ, стоп абнал жедел шарасы аясында қылмыстық топ нақты жұмыстарды орындамай, қызметтерді көрсетпей және тауарларды жөнелтпеген. Бұл істі қаржылық мониторинг агенттігінің Павлодар облысы бойынша экономикалық тергеу департаменті әшкереледі. Ведомство хабарлағанда 2018-2019 жылдар аралығында күдіктілер өзара есеп айырысу туралы жалған бухгалтерлік құжаттарды жазып берумен айналысқан. Аталған факт бойынша сотқа дейінгі тергеу ісі басталды. Оның шеңберінде айыпталушылардың басқа қылмыстық құқық бұзушылықтарға қатысы бар жоғы тексеріліп жатыр. В Павлодарской области выявлен факт выписки фиктивных счетов фактур. Павлодар облысы аумағында бір топ тұлға өзара есеп айырысу туралы жалған бухгалтерлік құжат жазып берумен айналысқаны анықталды. Осылайша ұйымдасқан қылмыстық топ контрагент кәсіпорындарға салық төлеуден жалтаруға көмек көрсетіп, мемлекетке 1 миллиард теңгеге жуық шығын келтірді. Аталған факт бойынша тергеу жұмыстары басталды. Алматыда ерекше қажеттіліктері бар балаларға арналған тағы бір әлеуметтік клубтың тұсауы кесілді. Түрксіб ауданында ашылған орталықта аз қамтылған және көп балалы отбасылардың балалары білім алып, әртүрлі шығармашылық үйірмелерге тегін қатыса алады. Тілші жалғастырады. Жаңадан тұсауы кесілген шыңға өлеу әлеуметтік клубы аз қамтылған көп балалы және ерекше қажеттіліктері бар жанұялардың балаларына арналған әлеуметтік орталық. Онда бастауыш мектеп жасындағы 240 оқушы қосымша білім алумен қатар музыка, шахмат, сурет салу секілді үйірмелерге тегін қатыса алады. Бұл орталықтың басқалардан өзгешелігі, мұнда балаларға зейнет жасындағы 12-ға буын өкілі сабақ береді. Мектептен нақты өздерінің математика пәні бар, жаңағы тіл, нақты мектептің программасының пәндері бар ғой. Бұл жерде енді қазір карантинге байланысты қосымша сабақтардың көбісі жоқ. Сол себептен осы жерде карантиннен кейін де бұл жоба жұмысқа іске асады, бірақ қазір нақты ең керек кезі деп есептесек болады. Игі бастаманың ашылуына аудан әкімі, қалалық мәслихат депутаттары мен белгілі өнер жұлдыздары қатысып, орталықтың қарқынды жұмыс істеуіне ізгі тілектерін білдірді. Открытие данных клубов. Бұндай орталықтардың ашылуы болашақта жастар арасындағы қылмыстың және жұмыссыздықтың азаюына әкеледі. Бұл жер жақсылық пен жылулыққа толы. Өскелең ұрпақ пен ересектер арасындағы байланысты нығайту осы орталықтың негізгі қағидасы. Жалпы жобаның басты мақсаты балалардың білім алуы мен шығармашылық дамуын арттыру арқылы үйлесімді процесс қалыптастыру, дейді әлеуметтік клуб жетекшісі. Айтуынша, осындай орталықтар болашақта баланың тұлға болып қалыптасуына септігін тигізеді. Зейнет жасындағы үлкен ата-әжелеріміздің өздерінің уақытын кішкентай бүлдіршіндермен өткізіп, соларға 40 жыл, 45 жылдық мұғалім болып келіп, зейнет жасына өткеннен кейін өзінің барлық жиған тәлім тәрбиесін сол кішкентай бүлдіршіндерге көрсету үшін, үйрету үшін ашылған үлкен әлеуметтік жоба. Бүгінгі таңда осындай әлеуметтік клуб қаламыздың 6 ауданда жұмыс істеуде. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта олардың санын арттыруды көздеп отыр. Нұрғанат Атажан, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Алатау дәстүрлі өнер театрында жыр жолбарысы спектаклі қойылды. Пьеса авторы Әннес Бағдат, қоюшы режиссері Еслам Нұртазин. Шығарма қазақ ауыз әдебиеті жыр дастандарында кеңінен сипатталған Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналып қойылды. Қойылым жыралыбы Жамбыл өмір сүрген қос ғасырды қамтыған. Мұнда махаббат та, өрлік те, ұлтты тұтастырар жігерлі сөз де бар. Әке мен бала арасындағы әңгіме. Яғни, әкесі менің жолымды қуып, барымташы боласың дегеніне Жамбылдың жырды таңдағанында керемет сипатталған. Әке, мен жылқы емес, жыр бақсам ба деп едім. Екейде, жері бақса. 80 ақын. 81-шісі сен болмай-ақ қой. Жамбылдың ақын болуына әкесі алғашында қарсы болғанымен Сүйінбай ақ батасын береді. Қазақтың мен деген ақындарын жеңіп, ел сүйіспеншілігіне бөленеді. Қойылымда қазақ би нақыштары заманауи контемпорари, фольк-дэнс би бағыттарымен синтезделіп ұсынылған. Динамикалық сценография қолданудың нәтижесінде драматургияның заңдылықтары сақталып, хореография, дәстүрлі музыка мен драмалық сахналар өзара үйлесім тапқан. Ал режиссердің жұмысы тіптен ерекше. Себебі Жамбыл мен қырғыз ақыны Құлманбеттің айтысы аса шебер қойылған.
Жамбыл жас актер. Әсет Есжанның алғашқы кесек образдарының бірі. Актер зор жауапкершілікті сезінгенін айтады. Аса қиын болды басында. Өйткені мен бітірген мамандығым актер. Бұл жерде Жамбыл жыршы болғаннан кейін бастан аяқ Жамбылдың жырларын меңгеруге тура келді домбырамен. Сондықтан спектакльдің жалпы дайындығы бір 2 ай болды. Бірақ мен өзім бір 4-5 ай дайындалған шығармын деп ойлаймын. Бірақ өзім үшін үлкен бір жетістік болды деп ойлаймын. Қойылма аяқталғанда көрермен ұзақ қол соқты. Ол ертедегі тарихты жаңаша бере білген режиссер мен театр ұжымына деген ықылас еді. Спектакль талғамы биік көрермен көңілінен шықты. Төл өнеріміз айтыс қой негізінде. Әрқайсымыздың қанымызда айтыс десе осы делебеміз қозып тұрады. Оның үлкен ар жағында ұлы мектебінде Жамбыл атамыздың аты өшпейді деп ойлаймын. Сондықтан осы ұжымға тағы да басқа да жақсы дүниелер алып келсек екен, осы көрермендерді біздер сияқты қуанта берсек екен. Әсер өте күшті. Спектакльге бүгін өзім отбасыммен келдім, келіншегіммен 2 балам ертіп. Өте тамаша болды. Жоғары деңгейде. Бұл спектакльден бір рухани азық іздеп келеміз. Бәрін алдық деп ойлаймын. Жақсы болды. Театр басшылығы енді жыралыбы жайлы қойылымды ақпан айының аяғына дейін әр сенбі күні көрермен назарына ұсынбақ. Рахат Рахымжанов, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы. Мәдениет жаңалықтарын одан әрі жалғаймыз. Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық драма театры ұжымы қойылым апталығын бастап кетті. 95 жылдық тарихы бар қазақтың тұңғыш театры апталық барысында 4 бірдей жаңа қойылым көрсетпек. Ұзақ уақытқа созылған үзілістен кейін өнер майталмандары көрермендермен қайта қауышады. Айта кету керек, санитарлық талаптар да ұжым назарынан тыс қалмаған. Өзімізді жоспарымызды құрып, керісінше 2 есе ынталанып жұмыс жасадық деп есептеймін. Сондықтан да актерлар болсын, режиссерлар болсын, керісінше қазір бәрі жұмысқа ұмтылып жатқан жағдай бар. Осы процесс менің ойымша қазақ өнеріне, қазақ театр өнеріне талай бір жақсы дүниелер сыйлайтын шығар деп ойлаймын. Алматыда тұңғыш рет үздік мектеп кітапханашысы 2021 байқауы өтті. Дарын орталық ұйымдастырған шара 2 күнге созылып, қатысушылар онлайн бақ сынады. Байқау қорытындысы бойынша Толқынай Кәрімованың еңбегі үздік деп танылған. Бүгінгі байқау жалпы ұнады. Бәрі ойдағыдай, көңілді бәрі. Әрі қарай жылдан жылға жалғасын таба берсе деп ойлаймын. Бәрі тамаша. Өзіміздің жетістіктер барлығы. Кітапханашыларды анықтау және сол кісілерді қолдау мақсатында өткізіліп жатқан іс-шара бұл. Байқауымызға әр ауданнан 23 кітапханашы қатысып, өте жақсы жұмыстарын көрсетіп, жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін байқау деп ойлаймын. Құрметті көрермен, айтар ақпар әзірге осындай. Сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтарда қайта қауышқанша.